student. How are you today? Today we have a summative assessment for the third term for the unit music and film. Yes? Am I right? Сәлем құрметті оқушы. Бүгін біз музыка және фильм деген бөлімнің бөлім бойынша жиынтық бағалауын түсіндіретін боламын. Егер осы сәйкес келетін болса, осыдан қарап түсінбеген жерлеріңді көріп алуға болады. Бірінші мына мәтін, бұнда мәтінге 5 балл және де жазылымға 5 балл. Барлығы 10 балл берілген. Басқа қосымша болатын болса, қосымша менде осы 2 тапсырма ғана бар. Енді мәтінге келетін болсақ, Мэтт Ховард деген адам, бұл оператор, кино оператор, немесе фотограф дейміз, түсіретін. Көбінесе бұл кісі фильм түсіреді. Бұның жұмысы оператор, документарный фильм дейміз ғой, қысқаша табиғатты түсіретін оператор екен. Бұл көбінесе бүкіл әлемді аралап фильм түсірген кісі. Джунглида болған, сосын тропикалық ормандарда болған, шөл далада болған дейді. Осы жерде ол өзінің жұмысы жайлы айтатын болады. Ол документарный фильм, табиғи документарный фильм түсіреді. Мен аударып отырмын, құрметті оқушылар. It's important камераның жақсы болғаны дұрыс дейді, өте маңызды дейді бұнда. Әлбетте, бірақ та менің ойымша дейді, мен жақсы көремін дейді, өсімдіктерді жақсы көремін дейді, және де жануарларды жақсы көремін. Ал егер сенің ішің пыстыратын болса, ол нәрселер дейді, ол сенікі емес дейді. 2 минуттық фильм түсіру үшін дейді, мен дейді, құстарды, жануарларды, жәндіктерді түсіру үшін 2 минуттық. Мен кей кезде дейді, күні бойы немесе апта бойы мен оларды іздеймін дейді. 2 минуттық, ойлаңдаршы, 2 минуттық фильм үшін менің 1 аптам кетуі мүмкін дейді. Олар актерлар секілді емес дейді, жануарлар, олар актерларға ұқсамайды, олар актер емес дейді. Олар сен қалаған кезде шыға қалмайды дейді. Кейде вообще шықпайды, олар жоқ болады дейді. Енді құрметті оқушы, мен мына жерін барлығын аударып, басы түсінікті деп ойлаймын. Аяқ жағын аудара салайын, And the scarless experience he's ever had, we were making on TV. Біз TV программа жасаймыз дейді, және полярлық аюлар, Арктикадан мұздарынан дейді жасаймыз дейді. Біз олар we were sleeping дейді. We weren't filming at that time дейді. Біз фильмді жасамаймыз дейді, олар we were sleeping. Suddenly I heard, мен ұйықтап жатқан кезде дейді, кенеттен бір аю келіп қалды дейді. Менің құлағымның жанына дейді, жаныма келді дейді бір аю. Сол кезде мен қатты шошығаннан дейді, көзімді ашуға да қорықтым дейді. Мен ол жерде 5 минут бойы қатып қалдым дейді. Одан кейін қашып кеттім. Бұл сенесіңдер ме дейді. Бұл 5 минут дейді, менің ең ұзақ уақытым сияқты болып көрінді өзіме дейді. Ең ұзақ уақыт болып саналады дейді. Енді осы, құрметті оқушылар, астында сұрақтар тұр. Мэтт не жайлы айтады деп тұр. Мэтт жануарлар жайлы не айтады дейді. Оның жұмысының маңыздысы не нәрсе дейді. Сол секілді мен барлығына жауап беріп қойдым. Ал мына жерде writing тұр, жазылым тұр. Жазылымға так неме туралы жазасыңдар. Камера дейді. Сен телефон сатып алдың дейді, камера сатып алдың дейді. Оның камерасы дейді, жаңа камера сатып алдым. Камера дегенде фотоаппарат, сатып алдым дейді. Бірақ та ол сынып қалды дейді. Сен оны қайтадан апардың сатып алған жеріне, компанияға сен хат жазу керексің дейді.
олар сен барсаң әлі жасалмапты дейді. Сен хат жазасың дейді, 150 сөзден тұратын дейді хат. Өзінің шағымыңды жазасың дейді компанияға. Оны осылай баста дейді, Dia деп бастайсың дейді. Сосын мына нәрселерді қолданасың дейді, параграф A, B, C де жазылып тұр. Бірінші причинаңды жазып отырған причинаңды, себебін жазасың, одан кейін проблемаңды жазасың. Не істегенді жазасың, одан кейін conclusion аяқтау, қорытындыны жазасың. Одан кейін I look forward to hearing from you. Мен ойлаймын сізден жауап күтемін деп жазасың. You faithfully, шын ниетпен деген секілді жазасың да өзің атыңды осымен аяқтайсың. Осылай жазыңдар деп тұр жазылым. Мен жазып қойдым. Менің камера болғанда мен телефон сатып алдым дедім. Сол телефонның камерасы істемейді деп жаздым, құрметті оқушы. Олай да болады. Лишь бы камера болса болды, мұнда бастысы. Міне бірінші тапсырмада BABBA болады. Осы 5 сұраққа 5 жауап жаздым. Одан кейін екінші, мына жерде көп нүктенің орнына өзінің атыңды жазасыңдар. Dear sir деп. Ал мені мына жерде жазғаным былай болады. Менің атым дейсің, аттарыңды жазасың. Dear sir дейсің еді. My name is, менің атым, мен сізге iPhone телефонын сатып алып едім деп тұр мына жерде. Сіздердің технодом деген технодомнан өздеріңіздің бір витриналарыңыздан сатып алдым 20 февральда. Ол маған қатты ұнады, себебі ол менің ұзақ уақыттар бойғы арманым еді деп жаздым. Сосын енді камера сол магазинда жақсы істеп тұрған дейді, камера симд. Сол телефонның камерасы. Үйге келген кезде ол уже камерасы дұрыс істемейтін болды. Мен одан кейін магазинға қайтадан бардым, келесі күні 21 күні, февральдың 21-і бардым. Онда мен сатушы апайға өзімнің осы вопросымды айттым. Олар камераны тексеріп көрді. Менімен келісті, что телефонда проблема бар екен. Олар қайтадан телефонды алды, өздеріне қайтарып алды. Однако дейді, 2 апта өткеннен кейін камерам өтті, уже камерам әлі істемейді, жасалмаған. Сіз мені түсінеді деп ойлаймын. Мен бұл ұзақ уақыт бойы күте алмаймын. Мен күткенді жек көремін. Бұл маған өте қажет, бұл телефон менің жұмысыма қажет. Мен фото түсіремін, видео түсіремін. Өтінемін, менің камерамды тез арада жөндеп беріңізші. Мен үміттенемін, бұның бағасы тегін, себебі менде гарантия бар 1 жылға. Мен сізді қайтадан сізден жауап күтемін. Ізгі ниетпен, или шын ниетпен сіздің деп мына жерге аттарыңды жазасыңдар. Осымен біздің бөлім бойынша жиынтық бағалауымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.